Осы видеода мен сіздерге постқа мана ссылканы қалай аламыз соны көрсетемін. Бірінші ссылка сіздің Instagram страничкаға. Ол Instagram страничкаға ссылка мына жерге үстінде 3 полоска бар, оң жағында. Соған басамыз, Instagram визитка дегенді басамыз. Вот, мынау сіздің Instagram визиткаңыз. Үстіндегі 3 точка бар ғой, соған басамыз. Енді біз соны неге WhatsApp-қа жіберейік. WhatsApp-қа жібердім мен. Так, мынау шықты. Осылай болып шықты. Енді осы көкпен жанып тұрғанды копировать етеміз. Қайтадан қоямыз. Кішкене күте тұрайық. Осы Instagram страничкаға сіздің алатын ссылка болады. Енді екіншісін көрсетейін. Ссылка на пост. Постқа қалай аламыз? Например, мына постты мен жібергім келіп тұр адамдарға. Мына үстінде 3 точка бар, соны басамыз. Сосын копировать ссылку дегенді басамыз. Енді маған қайтадан WhatsApp-қа барамыз. Вставлять етеміз. Кішкене күте тұрамыз, міне шықты. Екеуінің разницы қандай? Егер де сіз постқа реклама жасап адамға жібергіңіз келсе, екінші ссылканы жібересіз постқа. Егер де сіз адамға прямой эфирге шығатын болсаңыз, онда сіз именно бірінші нені жібересіз, ссылканы. Өйткені егер де адамға постқа жіберетін ссылканы жіберетін болсаңыз, Инстаграмды білмейтін адам оған түсе алмай қалады. Сіздің Инстаграм страничкаға түсе алмай қалады. Сол үшін негізінде дұрыс жіберу керек. Мына страничка басқанда мынаған түседі, болды. Адам осын қарайды да, лайк басатын болса, лайк басып жібереді де, болды. Басқа ешқайда кіре алмай қалады. Егер де сіз дұрыс ссылканы жіберсеңіз, например, мына бірінші Instagram визитке, онда ол сіздің толық Instagram страничканы көріп тұрады. Сосын уже керек жерге түседі. Сол үшін дұрыс Instagram ссылканы жіберіңіз.